Кеш жарық, құрметті әріптестер. Енді біз өткенде онлайнда сабақ беретін болып дайындалып жатырмыз. Енді онлайн сабақтармен қатар дистанционный сабақ болайын деп жатыр. Сондықтан дистанционный сабақ болған кезде біз интернетке көптеген видеолар, тапсырмалар, солардың барлығын салып қоюымыз керек. Сондықтан өткенде Google форма туралы мен бас жағын түсіндіргем. Енді барлығымызде Classroom бар, онымен қатар форма бар, бәрін бір жерге жинап, және форманың көптеген нұсқаулықтарын, әртүрлі орындалатын тапсырмаларды оқушыларға жіберіп, қайтадан одан жауап алатындай жағдайын көрсетейін сіздерге. Ол үшін біз Google-ға кіреміз. Google-ға кіргеннен кейін өзіміздің Gmail-ымызбен кіреміз. Gmail-мен кіріп болғаннан кейін мына жерде приложениялар шығады. 4-5-6 кнопка тұр ғой. Сол приложенияны басамыз. Бізге керек қазір Google диск. Осы Google дисктің ішіне жинай береміз. Немесе жаңа Classroom-ның ішінде де жинауға болады. Бірақ Google дискіден біз тек ссылканы ғана аламыз. Сол үшін біз Google дисктің ішіне кіреміз. Міне Google дисктің ішіне кіргеннен кейін біздің өзіміздің папкамыз бар. Мысалы, менің өзімнің 10-шы классқа арналған папкамды ашамын. Мысалы, мынау магнит өрісі. Осы магнит өрісін ашамда, осының ішінде тест құрам. Міне бір тестім тұр. Тағы бір құрылған тестті біз әрі қарай жалғастырайық. Мынау тест маған керек жоқ. Немесе пустой міне. Біздің папка пустой болғандықтан біз оның ішіне форма келіп құрамыз. Ол форманы құру үшін создать батырмасын басамыз. Сосын міне еще дегенді басамыз. Одан кейін форма. Тағы да көрсетейін. Создать еще форма. Осыны басамыз. Осыны басып болғаннан кейін енді қандай тақырыпта тест аламыз, соны жазамыз. Біздің тақырыбымыз, менің тақырыбым мысал үшін, мен енді өз сабағымды по ходу жасай берейін деп атқаным ғой. Магнит